Өт көбінесе бауырда өндіріледі де, өт қабына жиналып, ас қорыту кезінде 12 шекке бөлінеді. Өт қабының толуы немесе өттің қоюлануына бірнеше себептер әсер етуі мүмкін. Өт қабының толуының себептері: бірінші, майлы, қуырылған, ащы тағамдар бауырға салмақ түсіріп, өт өндіруді күшейтеді. Екінші, азық-түліктің ұзақ уақыт қорытылмауы өт қабының бөлінбесе жиналып қалады. Үшінші, қозғалыс аздығы, отыру өмір салты өттің айналуын баяулатып, тоқтап қалуы мүмкін. Төртінші, стресс, жүйке жүйесінің бұзылыстарының әсер етуі өт шығуға кедергі келтіреді. Бесінші, гормондық өзгерістер, әсіресе әйелдерде жүктілік кезінде немесе климакс кезінде байқалуы мүмкін. Алтыншы, өт жолының бекітіліп қалу, мысалы тас жиналу, өт сыртқа шықпай қабында жиналып, созылып қабынуы мүмкін. Нәтижесінде өт қоюланады, өт қабының ауырлығы сезінеді, ащы кекіру пайда болады. Қабыну, холецистит, өт тасының ауыруын дамуы мүмкін. Егер өтпен байланысты белгілер байқалса, ол оң жақ қабырғаның асты ауырып, жүрек айналуы, ауырлық сезінуі, сондай мүмкіндіктер көрсетеді. Бұдан шығу жолдары бар. Егерде өт жолында осында жаңағы айтып кеткен себептер кездесіп жататын болса, хабарласыңыз. Егерде оны дұрыс пайдаланбайтын болса, ол бауырға қатты әсер етіп, панкреатит, созылмалы панкреатитке айналуы мүмкін. Сондықтан ауырып еміздегенше ауырмаудың жолын іздеу керек. Менің есімім Шолпан, телефон номерім 8771 150 53 69. Телефонға өздеріңіздің WhatsApp номерлеріңізді қалдырсаңыздар, немесе жаңағы номерге хабарлассаңыздар болады.